Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ықпал түрлері. Яғни дыбыс алмасуына байланысты ықпал түрлері қалыптасады. Қазақ тілі фонетикасында ықпал түрлеріне байланысты, сингармонизм заңымен байланысты зерттеулерді кезінде Құдайберген Жұбановтың, Ісмет Кеңесбаевтың, Әлімхан Жүнісбековтың және дыбыстар тіркесі мәселесін зерттеген Үкібасованың зерттеулерінде қарастырылды. Мырзабековтың еңбектерінде осы дыбыстар тіркесі, ықпал түрлері, үндестік заңы деген мәселелер бір-бірімен байланысты қарастырылды. Осы ықпал түрлері деген кезеңде біз көрші тұрған дыбыстардың, яғни сөз бен сөздің арасында, немесе буындардың ара жігінде дыбыстар бір-біріне ықпал ететінін көреміз. Осы ықпалдың өз ішінде ерекшеліктеріне қарай бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады. Мысалы, бірінші тілдің қатысы жағынан және ерінің қатысы жағынан деп бөлуге болады. Тілдің қатысы жағынан сөздің түбіріне қосымшалар бірыңғай жуан жалғанады, немесе бірыңғай жіңішке жалғанады. Және еріндік жалғанады, езулік жалғанады. Бұны кезінде Құдайберген Жұбановтың еңбектерінде де түбір мен қосымшаның аралығын ол сингармонизм заңы деп қарастырған еді. Мінекей балалар дегенде бірыңғай қосымшалар жуан жалғанады, інілер дегенде жіңішке жалғанып тұр. Немесе құлын десек, құлыны болып, еріндік болып жалғанып тұрады екен. Інілерім дегенде бірыңғай жіңішке және бірыңғай езулік болып тұр. Одан кейін дыбыстың бір-біріне ықпалын дауыстың қатысына қарай және дыбыстың орналасуына қарай бөлуге болады. Дауыс қатысына қарай дегенімізді бұны акустикалық дейміз. Яғни жаңағы айтып отқан бірыңғай жуан, жіңішке, еріндік, езулік дегендер осы дауыстың қатысы жағынан барлығы да жуан айтылу керек, барлығы да жіңішке немесе бірыңғай еріндік, езулік айтылу керек. Ал айтылу орны деген бұл артикуляция. Яғни дыбыстың қандай орында айтылды, қандай артикуляциялық мүше арқылы айтылды, осының барлығы артикуляциялық ықпалдар деп аталады. Мысалы, свет жанбады дегенде ын мен ба көрші тұрған дыбыстар айтылуда екеуі де еріндік болып, жанбады болып айтылу керек. Ын тілдің алды болса, ба еріндік. Екеуі екі түрлі орынмен айтылып тұр. Сондықтан бірдей айтылу үшін екеуі де еріндік, жанбады болады. Немесе жанған жоқ деп айтамыз. Сонда ын тілдің алды, ғы тілдің арты, тілшік. Бұл екеуі бірдей айтылу үшін ын тілдің алды, ың болып айтылу керек. Сонда жанған жоқ деп айтылады. Бұны артикуляциялық ықпалдар деп айтуымызға болады. Сонымен бірге дыбыстың күшті әлсіз дыбыс болып айтылуына да назар аударуымыз керек. Бұл біздің тіліміздің заңдылығы бойынша дауысты дыбыстар бәр уақытта дауыссыздарға ықпал етіп тұрады. Сол сияқты үнді дыбыстар да дауыстыларға ықпал етіп тұрады. Сонымен қатар қатаң мен ұяң бірінен бірі көрші тұра алмайды. Немесе ұяң мен қатаң деген сияқты. Бұлардың барлығы бір-біріне әсер етіп өзгеріске ұшырайды екен орындарына қарай. Мысалы, қап десек, қабы болып өзгереді, тарақ десек, тарағы болып өзгеріп атады. Күшті дыбыс дауысты болғасын, ана дауыссызды өзгеріп деп атады. Сол сияқты тас жүрек деген кезде с қатаң, ж ұяң. Осы айтылған кезде тас жүрек болып екеуі де ш. Немесе қыз жібек дегенде қыз жібек болып жаңағы қатаң мен ұяңның қатар тұра алмауынан бастап өзгеріске түседі. Яғни бұл көрші тұрған дыбыстардың сөздің түбірінің соңы мен қосымшаның басындағы дыбыстар бір-бірімен осындай өзгерістерге түседі екен. Енді біз ілгерін ықпалдардың үш түрін қарастырамыз. Ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал деген. Көрші тұрған дыбыстар бір-біріне әсер етеді дедік. Соның жаңағы күшті дыбыс ол алдында тұруы да мүмкін, немесе
кейін тұруы да мүмкін. Әйтеуір қандай орында тұрса да күшті дыбыс өзінің күштілігін мойындатып, өзі ықпал ететін дыбысын өзіне сай келтіріп өзгеріске түсіреді. Бұны бірінші ілгерінді дыбыс дейміз, яғни өзінен кейінгі дыбыстардың барлығында, мысалы балалар, кітаптар, үйлер деген сияқты бірінші ілгері тұрған дыбыс өзінен кейінгінің бәрін өзгеріске ұшырайды. Ал кейін тұрған дыбыс, бұны регрессивті ықпал дейміз. Өзінің алдындағы дыбысты өзгертеді. Мысалы тарақ десек, қ дыбысы сөздің соңында, одан кейін а дейтін қосымша жалғансақ, осы екінші тұрған дауысты дыбыс өзінің алдындағы қыны ғы қылады. Немесе сол сияқты жүрегі, күрегі деген сияқты, кітабы деген сияқты. Сол сияқты екі сөздер тарихи бірігіп кеткен жағдайлар бар. Бұл күн, олай етіп дегендер, бүгін, әкел, бұл бүйтіп, сөйтіп деп солай етіп деген сөздер бір-біріне кіріккенде осы кейінгі ықпалдардың заңдылықтары сақталған екен. Үшінші, осы көрші тұрған екі дыбыста бір-біріне ықпал ету арқылы ілгерінді кейінді процестер жүреді. Сондықтан бұлар тоғыспалы ықпал дейді. Мысалы аман келді дегенде тілдің алды, к тілдің арты, екеуі де бір-біріне үнді біреу қатаң әсер етіп, аман келді болып, және г болып өсіп келеді. Немесе он қой дегенде де он қой болып өсіп келеді. Мен келдім десе, мен келдім деген өзгерістер пайда болады. Қос шан деген, қос шан деп бір-біріне ықпал етіп жатады. Енді осыдан келіп, мынандай ескертуді білу керек. Қатар келген дыбыстардың барлығы бір-біріне ықпал етіп, өзгерте бермейді. Яғни олар жаңағы артикуляциялық жағынан, дыбыстық жағынан бір-біріне сай келіп тұрса, өзгеріс ұшырамайды. Дыбыстар тіркесіне сай келіп тұрса, өзгеріс ұшырамайды. Ал керісінше болса, дыбыстар тіркесіне сай келмей тұрса, өзгеріске ұшырайды. Және бір ескеретін жағдай, мынау сөйлем құрамындағы сөздердің әрбіреуі белгілі бір бунақпен, белгілі бір тіркеспен бір-біріне бағынып, сөз тіркесі түрінде бір ритммен айтылып тұрады. Егер келесі бір бунақта айтылса, олар көрші тұра берсін, бір-біріне ықпал етпейді. Мысалы, екі күрделі жұмыс дегенде, екі дегеннен кейін дыбысы тұр, күрделі дегенде к. Осыны күрделі деп г қылып өзгертпейді. Себебі екі деген бөлек бунақ, күрделі жұмыс деген бөлек күрделі жұмыс деп айтпаймыз. Екі дауыс тынысы пайда болады, екі күрделі жұмыс деп айтамыз. Келесі екі күндік пайдалы жұмыс десек, екі күндік дегенде бір леппен айтамыз, бір бунақ қылып, бұл жерде екі күндік болып айтылады екен. Демек, бірге тұрған дыбыстардың ықпалы бөлек бунақтарда тұрса, ол бір-біріне әсер ете алмайды екен. Осындай тіліміздегі дыбыстық заңдылықтар бір-біріне сөзді дыбыстардың ықпал етуі тарихи қалыптасқан заңдылық ретінде де қарастырылады екен. Және бұл фонетикалық құбылыс ретінде де қарастырылады екен. Тыңдағаныңызға рахмет.